Сәлем достар, бүгін сіздерге мен шексіз қараушылықта қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, подписацияны басып отырыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге Pixat бағдарламасы керек. Pixatқа кіреміз. Арасында плюс түйінді басамыз. Енді ең астына бір фон таңдап аламыз. Өзіме ұнаған цвет фонттың ішінен мен мына көкті таңдағым келіп тұр. Реклама басып түсеміз. Енді осы жерде біз размер шығаруымыз керек. Инструмент дегенді кіреміз. Ең бірінші обрезать деген кіреміз. Енді қарасаңыздар үстінде, ең үстінде размер тұр, иә? Соны басамыз. Енді өзімізге керегі настроить вручную деп тұр. Өзімізге керекті размер жазамыз. Бізге 3240-та 1080 керек. 1080. Окейді басамыз. Мына бізде шексіз каруселдің несі шықты, иә? Сол басы шықты. Енді осы жерге орналастыруға стикерден алайық. Мысалы, человек, адамның суреті. Енді әркім өзінің контентіне байланысты жасайды. Мен жалпы ала салайын. Так, былай қоямыз. Және тағы да стикерге кіреміз бен, стикерге кіреміз. Так. Осы екі суретті қойып көрсетейін. Так, былай қойып қояды. Мына жерге жазып жіберуіміз болады, мысалы, бала тәрбиесі деген сияқты. Бала тәрбиесі. Достар, мысалы, мен мысал ретінде жазып жатырмын. Сол жазып жіберейік. Енді осыны сақтап аламыз. Енді осыны қалай бөлеміз? 4 бөлікке бөліміз керек. 3 бөлікке немесе 4 бөлікке бөлеміз. Енді біз бұдан шығып кетеміз де. Бізде галерея сақталды бұл. Енді Google-ға кіріп. Так, Imgonline деген сайтқа кіреміз. Так, разрез фото на равные деп тұр, емші тұрған, соны басамыз. Image online cam деген сөз енді. Так, енді мына жерде көрсетіп тұр сіздерге 3 бөлікке бөле ме, 4 бөлікке бөле ме, соны көрсетіп тұр сіздерге. Мына жерде 9 бөлікке бөлген. Так. 2 бөлікке бөлген, 3 бөлікке бөлген. Мына жерде 9 бөлікке бөлген. Енді мына жерде укажите информация изображение с формата деп тұр, соны біз файл таңдаймыз. Жаңағы файлға кіреміз. Жаңағы фотомыз таңдап алуымыз керек. Жасаған. Міне жасаған. Pixat'ымыз таңдап алдық. Так, таңдайық. Так, галереяның өзіне кірейік. Так, жаңа. Осы птичка қоямыз. Түсті, иә? Мына жерде Pixat деп тұр, түсті. Так, часто шеріне дейді. Так, неше көреміз? 4-ке бөлейік. Астында 4, часто высоты деген бір жайды. Так, енді окейді, ең астында окей деген басайық. Обработка успешный. Енді мына жерде открыть картинку номер 001 деп тұр. Соны басамыз. Міне, осылай бөлінген. Бұны скачать аламыз. Так, келесін ашамыз. Міне, бала тәрбиесі. Так, үшіншін ашамыз. 4-ін ашамыз. Егер бізге ұнамаса, қайтып жасауға болады. Скачать отрыв с картинками дейді. Басамыз. Сохранить етіп, астына сохранить етіп жатыр. Осылай өзімізге шексіз каруселде оңай тез жасай аламыз. Достар, каналға тіркеліп отырыңыздар, сіздерге пайдалы ақпарат болады.